Сәлем достар, бүгін біз сүзбелі кекс дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Ерекше өзінің жұмсақтығымен сондай әдемі болып шықты. Видеомды көрмес бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Ол үшін бізге керек заттар: жұмыртқа, қант, сары май, ұн және де сүзбе. Бізге осындай қопсытқыш қажет болады. Алдымен сары майымызды ыдысқа салып, үстіне қантымызды салып және де ванилинімізді салып, жақсылап араластырып, сары майымызды езіп алатын боламыз. Осындай видеодағыдай етіп, шанышқының көмегімен барлығын жақсылап езіп алатын боламыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді осының үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді біз сүзбемізді ситаның көмегімен массамызға қосатын боламыз. Ситадан өткізу өте маңызды, өйткені кексіміз түйіршіктеліп, сүзбеміз дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Одан кейін ситадан өткен ұнымызды және де қопсытқышымызды араластырып, екеуін бірге ситадан өткізіп салатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын, осындай қою болып шықты. Енді біз табамызды жақсылап сары маймен майлап, қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 1 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Айтпақшы, массамызға өзіңіздің қалауларыңыз бойынша мейіз немесе түрлі жаңғақтарды салсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Табамызға массамызды құйғаннан кейін осылай лопатканың көмегімен бетін жақсылап тегістеп, одан соң ұрғылау арқылы тағы да тегістеп шығамыз. Кекстің піскенін осындай таяқшаның көмегімен қарап аламыз. Егер де таяқшамызға ешқандай қамыр жабыспаса, онда толықтай пісті деген сөз. Піскен кексімізді табадан ажыратып алып, толықтай суығаннан кейін кесіңіздер. Бірден кесетін болсаңыздар, арасы шикі болып кетеді. Бізде сүзбелі кексіміз дайын, өте жұмсақ және де дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және де лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.